Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пахлава рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Сосын барып күштен сармайымызды өткізетін боламыз. Бізде осындай песочное тесто шығу қажет. Енді қамырымыздың үстіне қопсытқыш, жұмыртқаның сарысы, қаймағымызды салып, қолымызбен жақсылап тұрып илейтін боламыз. Міне достар, қамырымызды илеп болдық. Енді салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді пахлаваның салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға шекер саламыз. Мен алдын ала грецкий жаңғақты блендердан өткізіп алдым. Енді жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Пергамент қағаздың үстіне кішкене ұн себелеп, қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боламын. Пергамент қағаздың үстіне кішкене ұн себелеп, қамырымыздың бірінші бөлігін жаятын боламыз. Міне достар, қамырымыздың бірінші бөлігін жайып болдым мен. Енді осылай видеодағыдай табағымыздың крышкасымен осылай кесіп шықсаңыздар болады. Енді осылай салмасын салып шығамыз. Салмасын салып болған соң екінші қамырдың бөлігімен бетін жауып, енді қайтадан салмасын салатын боламыз. Енді қамырымызды түйіп шығатын боламыз, жандарым. Міне достар, енді пахлавамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Әсемдеу үшін бетіне жаңғақ қойып шықтым. Енді сироп дайындайтын боламыз. 1 стакан суға 3-4 ас қасықтай шекерімізді салып, осылай қозғап тұрып, бір қайнатып аламыз. Пахлаваның пісуіне 10-15 минут қалған кезде осылай духовканың ішінде құйып шығамыз сиропымызды. Міне достар, біздің пахлавамыз дайын болды. 160 градуста 1 сағатта пісіріп алдым. Өте дәмді, қамыры жұмсақ болып піскен. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.